Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қытырлақ тұшпара дайындайтын боламыз. Той жиындарға немесе үйіңіздегі балапандарыңызға дайындап берсеңіздер өте дәмді және де қытырлақ болып шығатын тұшпаралардың бірі. Бізге ең алдымен 140 грамм жылы суымыз қажет, және де 1 штук жұмыртқамыз қажет, және де жарты шай қасық тұзымызды осы жерде салып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырып, артынша ерітілген сары майымызды жақсылап салып араластырып аламыз. Сосын біз бір шетке қойып, құрғақ заттарымыз ұн, жарты шай қасық разрыхитель, жарты шай қасық дрожж, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға бізге қажетті ұнның мөлшері 400 грамм ұн. Және де біз ұнымызды бірден салып жібермей, екі бөліп салып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ етіп, қамыр илейтін боламыз. Барлық құрама қанша граммдарын астында тұрған описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Осылай тестамызды жұмсақ етіп, бірнеше рет қайтара илеп алатын боламыз, және 1 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Келесі қызып тұрған табамызға сұйық май құямыз, және де майдалап туралған 1 дана пиязымызды саламыз. Өздеріңізге пияздың ұнағанына қарай 2 дана қоссаңыздар да болады, және де 6-7 дана картопымызды қайнатып, езіп дайындап алатын боламыз. Осылай пиязымыз қуырылып болғаннан соң тұзымызды қосып, жақсылап, осылай картошкаларымызды араластырып аламыз. Міне 1 сағат өтті, енді біз қамырымызды жақсылап жаятын боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, осылай қамырларыңызды бірнеше рет қайтарып алсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз жақсы жайылатын болады, және де ұнмен жұмыс жасайтын боламыз. Біз тестамызды жақсылап бешбармақтың қамыры сияқты жаятын боламыз. Қамырымыз қатты жұқада болмауы қажет, және де қалың болмауы қажет. Бір қалыпты етіп, қамырымызды біркелкі етіп, әдемілеп жаятын боламыз. Достар, егер де сіздерге видео пайдалы болса, астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер, және де поделиться етіп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Міне біздің тестамыз дайын болды. Тестамыз дайын болғаннан соң біз өзімізге ыңғайлап, бешбармақтың қамырын кесетіндей етіп жайып аламыз, бірақ біз тестамызды 4 бұрыш болуы қажет. Сондықтан біз өзімізге ыңғайлап осылай дайындап, екі жағына кезекпе-кезек аударып отыратын боламыз. Және осылай көз мөлшерімен кессеңіздер де болады. Болмаса осылай бір кескеніңізді қайтара осылай үстіне қойып кесіп алсаңыздар да болады. Міне осылай тесталарымызды жақсылап кесіп аламыз. Сосын барып үстін қойып, 4 бұрыш етіп, формамызға келтіріп кесіп аламыз. Осылай 4 бұрыш етіп кесіп алғаннан соң, ішіне салмасын салып, жақсылап осылай пенмен тәріздес етіп, түйіп алатын боламыз. Түйіп алғаннан соң барлығын осылай жақсылап түйіп алып, сосын барып қызып тұрған майымызға құйып пісіріп алатын боламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді, хрустящий болады. Бір жегеннен өздеріңізді тоқтата алмай қаласыздар. Және балапандарыңызға ұнауына 100% кепілдік беремін. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!